Баяғыда бір маймыл болыпты. Бір күні ол жерден айна тауып алады. Айнаға қарап еді, өз бейнесін көрді. Ол айнадағы көріністен шошып кетеді. Неткен ұсқынсыз, неткен күлкілі еді дейді. Маймылдың жанында досы Аю тұр еді. Маймыл Аюды түртіп: «Аю досым, мынаған қарашы, неткен ұсқынсыз еді. Егер мен осындай болсам, ұяттан өліп кетер едім. Менің таныстарымның арасында да осындай ұсқынсыздары бар», деп күледі. Аю маймылға қарап ойланып қалады. Сосын сабырлы үнмен: Маймыл досым-ау, сен алдымен өзіңе қарасаңшы. Басқаны сынағанша, өзіңді түзеткен дұрыс қой, дейді. Алайда маймыл Аюдың бұл сөзін тыңдаған жоқ. Себебі ол айнадағы өзі екенін түсінген жоқ еді. Адамдардың арасында да осы маймыл сияқтылар көп. Олар өзінің кемшілігін көрмей, басқа адамдарды сынайды. Мысалы, мен бір қызметкерді танимын. Ол пара алады. Бірақ газеттен парақорлар туралы әңгіме көрсе, өзін емес, басқа қызметкерлерді айтып: бұл солар туралы ғой, дейді. Міне, осылайша адам өз айыбын көруден қашады. Бірақ басқаны сынауға әрқашан дайын.